Күлтөбе қалашығы Түркістанның бастауы. Түркістан қаласында Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайының маңызды объектісі. Күлтөбе қалашығы заманауи археологиялық паркын құру жұмыстары жүріп жатыр. Ашық аспан астындағы мұражайдың жалпы аумағы 27 гектар. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс барысымен танысып, жауапты басшылармен кездесті. Құрылыстың сапасына басты назар аударуды тапсырды. Қалашықтың барлық жағынан яссауи кесенесі көрінеді. Қазір мұнда биіктігі 17 метр болатын шаңырақ іспеттес қондырғыларды орнату жұмыстары жүріп жатыр. Қондырғылар жергілікті климатқа төзімді. Болашақта археологиялық парктың қонақтар үшін сандық технологиялар арқылы ежелгі заманға саяхат жасау мүмкіндігі туады. Күлтөбе қалашығы ежелгі Яссы қаласының бір бөлігі болған. Жоба мемлекетпен айрықша қорғалатын аумақта ЮНЕСКО ұйымының дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілген Қожа Ахмет яссауи кесенесінің айналасында іске асырылатын. Қазіргі археологиялық зерттеулер ЮНЕСКО мен ИКОМОС ұйымдарының дүниежүзілік мұра саласындағы халықаралық сарапшылар қауымдастығымен ынтымақтастықта жүзеге асып жатыр. Өңір басшысы сонымен бірге Парасат, Астана саябақтарын салу және реконструкциялау барысын, Түркістан қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарын да көрді.